Әкете береді ғой. Әкете береді ғой. Ассалаумағалейкум ағайындар, кеш жарық ұлттық киім күні құтты болсын. Бүгін айтатынымызда осы тақырып, сондықтан жақсылап тыңдап отырыңыздар. Қазір 3 минуттен кейін тікелей эфирге шығамыз. Жібек жолы телеарнасы, Жібек жолы әрдайым қосулы болсын. Бәрі жазырымыз дейді. Рахмет. 20 күн аузы бекіту керек па? Жоқ, керегі жоқ. Қазір студия телефонына хабарласыңыздар. Мына телефонға хабарласаңыз тікелей сізді студияға, телеканалға қосатын болады. Телеарнадан өзіңіз даусыңызды естіп, өзіңізді сыртыңыздан естіп көріңіз қалай болатын. Содан кейін Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазір ауыз ашқан соң сәресі қалай болады? 20 күні, 19 күн қалай, яғни ертең қалай ашамыз? Бізде ертең соңғы эфир бұйырса. Ертең кешке сіздермен бүгін ертең кешке осылай соңғы эфирге шығамыз да, биылғы Рамазан айының, соны ертеңгі эфирде Құдай қаласа жабамыз. Сонымен сіздермен бір ай Рамазан айында ораза қабыл болсын деген бағдарламаны бірге өткізіп шыққан боламыз. Сіздерге рахмет, Алла разы болсын. Бірақ сәл кейінірек қосып қалдым да, мен кейінірек өйткені басшылық қойсаңыз болады деп рұқсат бергеннен кейін қойдым. Бүгінгі түн соңғы жоқ, ертеңгі түн соңғы. Ертеңгі түн кешке осындай уақытта ауыз ашасыздар, ертең болды, сонымен все, сонымен стоп, тоқтайсыз. Ары қарай ұстаудың қажеті жоқ. Біздікілер тоқтай алмай қалады. Түсінемін мен, ұстағыларыңыз келіп тұр, бірақ ұсталмайды. 6 күн ұстасаңыз болады, айттан кейін 6 күн ұстай бересіз. Бірақ 6 күннен бәрі сізді ешкім ауыз ашуға шақырмайды ол күні уже. 1 минут қалды. Емеке қалайсыз дейді, шүкір, Алла разы болсын. Сізге ұзақ тілеймін, ұзақ өмір тілеймін. Рахмет. Қарызды қалай ұстайды? Ең соңғы қарыз деп сайсын. Кешегі бір апта бұрынғы 10 күнгі қарыз деп айтпай қойыңыз. Алла өзі тауып алады. Сіз ең соңғы қарызым дей беріңіз, болды. Сонда нақты қай күн екен Алла өзі тауып алады. 30 секунд қалды. Тез осы жыл тез бітіп кетті дейді. Я, солай. Айт келесіміз Бисмиллахир-рахманир-рахим 8 теледидар қосыңыздар. Жібек жолы арнасы. Кеттік. Бисмиллах. Ассалаумағалейкум, армысыздар? Рухты қазағым, мықты қазағым, жүректі қазағым, тіректі қазағым, тұрақты қазағым, бақытты қазағым, текті қазағым, амансыздар ма, барсыздар ма? Хал жағдайларыңыз, көңіл күйлеріңіз, денсаулықтарыңыз, мал жандарыңыз жақсы ма? Таңымыз атып, күніміз аман есен батты ма? Үй ішіміз аман, бала шағамыз сау, күнделікті күйбең тірліктің соңында шаршамай, шалдықпай Алла деп жүріп жатсыздар ма? Көктемнің келуін, табиғаттың жаңаруын білдіретін, күн мен түнді теңестіретін қазақша жаңа жылдың бастауы болған, бірлік пен татулықтың мерекесіне айналған Наурыз мейрамы қарсаңында 7 түрлі дәмнен Наурыз көже даярлап жатқан болат шығарсыздар. Қасиетті оразамыздың аяқталуына 1 күн қалды. Яғни бүгін 18 Наурыз соңғы тарауық намаз оқылады мешіттерде. Таңға сәресін ішесіздер, ертең сәресін ішіп болғаннан кешке дейін ертең 19 Наурыз ауыз бекітесіздер, кешінде ауыз ашасыздар, содан әрі қарай ауыз ашық болады. Рамазанмен қош айтсамыз, 20 Наурыз күні таңда сәресі ішілмейді. Бірнеше рет айттық. Ораза айт намазын оқып, биылғы оразаны бұйырса тамамдайтын боламыз. Содан кейін айт күндері ауыз ашық болу керек. Ораза ұстауға болмайды. Ер азаматтар, қолы бос болған азаматтардың барлығы еліміздің орта есебімен барлық өңірінде дерлік 7-нің кезінде айт намаз оқылады. Әдемі көйлектеріңізді киіп айт намазына барсаңыздар ғажап болады. Бұйырса ертең тағы да бұл тақырыпқа азда бір кіліп тоқталып өтеміз. Баршамыздың ұстаған оразамызды жаратқан қабыл етіп, ниетімізді асыл қылсын. Әрі ұмыт болмасын. Биылғы оразадағы
биылғы оразадағы басты қойған мақсатымыз баршамызға рухани өзгеріс табу. Рухани өзгеру көктем сияқты ішкі сарайымыздың жаңаруы, жаңаша құбылу, жаңаша ойлау, жаңаша сезіну, өмірімізге жаңаша көз қараспен қарау, өзімізді тереңірек түсіну үшін осы оразаға дейін орын алған қателіктеріміз болса, күнәларымыз болса, түбін қопсытып көру, орнын басқа да жақсы қабілеттеріңізбен толтыру, соңында жүрек тыныштығына жету. Бізде көбіне қиындыққа тап болғанда, басына бәле келген кезде, ес жиып немесе жаман түс көрген кезде Құдайды еске алып, өмірдің басқа ақырынан қарап, қатайған жүректі жұмсартып, мейірімін оятып, басқаларға көңіл бөле бастаймыз. Ал біз сол бәлені күтпей-ақ, жаратқанның жарылқаған айында өзгеріс табуымыз өзіміз үшін керемет нағыз трансформация. Осыған ерекше мән беріңіздер дегім келеді. Елімізде жыл сайын наурыз мейрамы 10 күндік наурызнама деген аттың аясында өтеді. Соған орай бүгінгі атап өтетін шарамыз ұлттық киім күні. Бұл жанымызға жақын, менің әсіресе жаныма жақын тақырып. Себебі көзімді ашқалы көргенім зерделі қазақи тақия менен шапан еді. Етім үйренген десем артық емес, көзім әркез ұлттық киімді әркімнен іздеп тұрамын. Бұл өтірік емес. Қазақылап киінгенді жаным қалап тұрады. Ою өрнек кейін пайда болса да, ұлттық киімді онсыз да қабылдай алмайтын дәрежеге жетіп қалған сыңайлымын. Осы жол көрсету ретінде тіпті сонау қасиетті сапар Мәккә Мәдинаға барғанымда, жиі барып қалған кезімде қасиетті мекендердің өзінде өзіміздің ою өрнекті ұлттық бренд киімімізді неге киіп келмейсіз деп жиі құлақ қағысқып келген қажыларға айтып жүремін. Расында біздің ұлттық киіміміз тарих, ол дүниетаным, руханият, құндылық, әдет, ғұрып, мәдениет, салт, дәстүр, мәртебе, талғам, сән және ұлттық рәмізіміз керек десеңіз ұятыңыз болады. Яғни киіз үй сияқты дөңгелене төбемізді жабатын тақия мен үзік туырлық сияқты үстімізді жабатын шапан, мына әлемге өзіміздің кім екенімізді айқындап тұрып көрсететін айна секілді. Жақында әлеуметтік желіден көзім шалып қалды, яғни өзге ұлт өкілі мереке қарсаңында қысқа ғана қазақы шапанды сатып алып, көшеге киіп шыққанда ұлттық киімімізден алған әсерін көзі жанып тұрып жеткізген еді. Бұл не деген сөз? Яғни адам көркі шүпірек дейміз-ау. Бірақ ұлттық киіміміздің орны, мәні, сәні бөлек екен, осыдан біле берейік, құнттай білейік, қадірлей білейік, қастерлей білейік. Сол үшін бүгін Жібек жолы телеарнасы, ораза қабыл болсын осы бағдарламасы, ата-баба мұрасына айналған ұлттық киімдерге жарты сағатымызды бөлеміз. Студия телефоны арқылы сұрақ сауалдарыңызды қойыңыздар, лебіздеріңізді білдіріңіздер, тілектеріңізді айтыңыздар, арнадан алыстамаңыздар ағайын. Біздің дәуірімізде жаһан халықтарының рухани қазынасын зерттеген тұңғыш ғалым ағамыз Шоқан Уәлихан ағамыз қазақ киімі көшпелі өмірге барынша бейімделген, әрі өте ыңғайлы, әрі сәнді деп дәстүрлі киімімізге тамаша сипат беріп кеткен еді. Бірақ бүгінде көшпеліден отырықшылыққа айналған елміз. Азды көпті мал шаруашылығын айналдырған жандар болмаса, бұрынғыдай жайлау, қыстау, көктеу, күзеу қоныстары қазір жоқтың қасау. Болса да тіптен аз. Даланы қалаға айналдырып, өмір салтын өзгертсек те, рухымыз өшпеген еліміз. Көшпелі өмір салтын толықтай ол салтымыздан үзілмегенбіз. Мысалы, көшпелі мәдениеттің барлық тұрмыстық салт элементтері әлі де біз үшін дәстүр болып шегедей қағылу керек. Мен айтып отырған тіпті Мекке Мәдина ұлы сапарда шетелдің қай мемлекетіне барсаңыз, өзімізге іргелес болған ақ қалпақты, айыр қалпақты қырғыз ағайын, сонымен бірге өзбек пен тәжік ағайын, басқа да мемлекеттер өзінің ұлттық киімін болмысын киіп жүреді. Ал енді біз де өз киімімізге тиісті мән беру, тағы да айтам, бұл ұлттық құндылық болумен бірге, бұл нағыз дін, бұл нағыз руханият, бұл нағыз мұсылмандықтың жолы деп
айтқан болар едім. Бірер күн бұрын арнаған эфирімде осы туралды айтып өттім. Яғни азан шақырып ат қою болатын болса, үйлену, қыз ұзату, бата беру рәсімдері әлі де біздің елімізде, салт дәстүрімізде бар. Тіпті ас беру, той жасаудан озған еліміз, алдымызға жан салмаған еліміз. Көшпелі тағамнан ет, қымыз, шұбаттан Құдайға шүкір әлі күнге дейін арылмады, Құдайымды арылтпасын. Текемет жасай қоймайтын шығармыз, бірақ оюмен өрнектелген түскиіздер, алаша кілемдер бүгінде заманауи түрі болса да баршылық. Ал ұлттық киімді соңғы 30 жылда ұмытайын деп барып, әйтеуір театр қойылымдарында көрініс беріп, наурызда сақталып, ортамызға қайта оралды десем артық емес. Ұмыттырмаған дәл осы наурыз, оған да шүкір деп айтайық. Әлі де толық өмірімізге енбеді, бірақ қазіргі қол өнер бағыты үнсіз қалған бабалар дүниесіне әрбір ою өрнекке қызығушылық танытып, құпиясына мән беріп, мағынасына зер салып, кез келген киім үлгісін әр түрлі ою әшекейлермен өрнектеп, трендке айландырып күнделікті киім ету үлгісіне өткізу, келешек ұрпаққа мирас етіп қалдыру, бұл нағыз қуантарлық жағдай. Құдай қаласа ұлттық киімімізді үстімізден тастамауға да біртіндеп келерміз деген үміт бар. Еліміздің бірнеше кәсіпкерлері, елеулі азаматтары өзінің қымбат киімдерінің алдына, иығына, маңайларына, тіпті етек жеріне, қалта тұстарына ұлттық оюымызды өнегелер ретінде салып қою, жағаларына салуы, бұл ғажап ұлтқа деген, қазаққа деген, ұлтымызға деген, тілімізге деген, бабалар рухына деген ерекше құрмет деп айтқан болар едім. Әсіресе мешітке баратын жамағаттар шетелдің киімдері араб дүниесіндегі киімдерге емес, өзіміздің қазақи нақыштағы киімдерге мән берсе екен деймін. Арабияның өзінің табиғатына сай ұзын көйлегін салбыратып еркек адамдар киген кезде кейде кіржіктеніп қаламын. Ең болмаса соның сыртынан осындай бешпет киіп алса қанекей жақсы болар еді деген ниет. Сол шетелдің киімде азаматтары біздің киімімізді киема деген сауал қойыңыздар. Бабаларымыз әсіресе бас киімді біздің ұлтымызда кие тұтып, қастерлеп, қадір тұтып, жоғары қойған, үйдің құты деп санаған, берекенің белгісі деп білген, бастың тұрағы мен абыройы деп санаған еді. Аналарымыз бас киімді жерге тастама, құтың төгіледі, біреуге сыйлама, бағың таяды деген сөздермен тыйып әр жерге немесе аяқ асты қалдырмауға, теріс киюден қашырып төрге іліп отырған. Теріс киюдің өзін білсеңіздер, бұл бір қайғыны, басындағы уайымды, зары мен мұңды көрсеткен деп ырымдап нәмдаған. Бізде алғашқы қоңырау бар екен. Алло. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам аға. Нұрланым. Бір сұрағым бар еді. Айтыңыз аға. Бұна байғыз сұрады. Байғыз. Иә, байғыз. Бізде жас кезімізде бар ғой? Иә. Ауылда тұрғанда байғыз деген біресе шықырықтан бала мінгесін, біресе әртінің дауыстан шығара берді. Бала кезімізде бұл бала гүлелеу үй басқа соны танығайды екен де жаңағыз. Бұл не қыз байғыз дейді, не қыз болса тұрғанға айтып берсеңіз. Байғыз құсы ағатай ол тарихтағы ерекше айтылған қазақ салты құрмет еткен шариғатымызда ерекшенген сонау Сүлеймен пайғамбар менен Билқистің оқиғасында көрінген құс болып айтылады. Бұл құс Сүлеймен пайғамбармен тікелей сөйлескендігі қисса кітаптарында келеді ағатай. Әсіресе бұл құстың зар мен мұңға даусының өзі ерекше болып, осы құсты естігенде адамның бойы тітіркеніп, бір көңіліне дұға алып, Алладан жақсылық тілеп, Құдайды есіне салып отыруға бір даусы ерекше болған құс болады. Енді әлбетте біз енді заманауи көзіміз ашық бол, көкіреміз ояу болған сәтте, енді байғыз құс көктемде яки күзде шақырып қалатын болса, онда жүрегіміз тарсылдап, біреуге өлім тілеудің қажеті жоқ деп айтқан болар едім. Үйдің ішінде біреу ауырып жатса, әй енді сол кететін болды ау. Құдағи көптен бері ауырып жатыр еді, дайындала берсін деп оған сәлем айтып, ол өзі де ауырып жатқан кезде байғыз құстың дауысын естіп, өзі де қоштасып өлгісі келмесе де өліп қалатын ақиқат. Сондықтан ағатай оған мән бермеуге шақырам, өйткені бабаларымыз оны кейінгі ұрпаққа тәрбие ретінде жаратқанды
есіне алсын деп айтқан шығар деп жорамалдайық, сонымыз дұрыс болады ау. Тағдыр өзі маңдайға пешенеге жазылады деп ұғыммен басты қадірлеген, бас киімге сақ болған. Араб тілінде бас деген рәс деп айтылса, басшыны рәис дейді. Мынау біздің елімізге іргелес болған татар халқында, біздің көп ел өңірлерімізде кезінде молда болып дін жолын үйреткен осы татар молдаларының ішінде рәис деген сөз бар. Қазіргі күнге дейін Татарстан Республикасының президентін Татарстан Республиканың рәисі деп айтылады. Сол рәс деген арабтың сөзінен шығып басшы дегеннен білдіреді. Яғни бастан шыққан басшы, сол басшылыққа бойсыну, тыңдау деген мағынаны қамтиды. Сондықтан адамның басын Құдайдың өзі жаратты деп айтылады да, сол басқа киген дүниені қадірлеп тұрады. Сен менің басымды құрмет етпейсің бе? Үлкен басымды иіп келдім деген осы сөздердің барлығы адамның басының құрметті екенін, оған басына киген бас киімнің құрмет екенін көрсетеді. Сол сияқты тымақ ұру деген болған қазақта. Бұл ұрыс жанжалда тымақты жерге ұрып, бітімге келуге шақырған. Кейінірек кеңес кезінде анау фуражканы ұруды әдет қылып, содан шыққан дүние. Алдыңа келсе атаңның құнын кеш деген тәмсіл осыдан шыққан. Кешірім сұрап келгенде бас киімді алдына тастап, аяғына жығылған. Ал жаңа бас киім тозса да жаным тозбасын деген дұға тілекпен киген. Сондай-ақ бас киім адамның мансабын, лауазымын, дәрежесін белгілеген, әлеуметтік орнын көрсеткен, саяси жағдайын көрсеткен. Яғни киілген бас киіміне қарап адамды ажыратқан дәуірінде әркім кез келген бас киімді кие бермеген. Мысалы, ер адамның бас киімі бірнеше түрге бөлінген. Соның ішінде ең көнесі қазақтағы киіз қалпақ болады. Екі түрі болған тарихта біліп қалыңыздар. Ақ қалпақ және айыр қалпақ деп бөлген. Ақ қалпақ ақ киізден биік болып тігілген, айналасы ақ жібекпен көмкерілген. Ал айыр қалпақ атауында тұрғандай етегі екі айыр болады. Сондай-ақ біздің айыр қалпақ деп жүрген екі жағы мүйізделген оюлармен әсемдіктелген, алтын күміс жіптермен зерделеніп тігілген мұрақ тек хан сұлтандардың басында ғана болған, яғни шошақ қалпақ немесе бөріктің сыртынан киілген деп айтылады этнографтар. Ал төбесі шошақ бас киімді діндар мен шамандар кисе, төбесі биіктеу, маңдайы ашық, екі құлағы бар, желкені жауып тұратын, сыртқы қымбат матамен сыртын қапталып ысталатын, екі құлағына ызбалы бау тағылатын тымақ ерлердің қысқы бас киімі атадан балаға мұра болып қалып отырған көне дүние. Қоңырау бар бізде. Алло, ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе? Ораза ниетіңіз қабыл болсын. Әумин, баршамыздың. Менде сұрақ пітір садақа туралы білейін деп едім. Ақша соңғы кездері тіптен болмай жүр. Енді соны садақа бермей, ораза енді ертең бітеді ғой. Сол қалай болады екен, жасай алмай қалсам? Ниетіңнен айналып кетейін, қарындасым. Денің сау болсын. Қараңыздаршы, қазақтың иманды әйелінің иманынан айналдым. Құдайға деген жиған тергеніңізден айналдым. Өміріңізге Құдай береке берсін. Ақшаның мүмкіншілігі келмесе, бұл өзі пітір садақа бай, бақуатты, малды, жанды бар адамдардың, боранды адамдардың қазақ айтқан міндетті садақасы болып табылады. Егер шамаңыз жетпесе, қарызға батып, сен бере тұрдып, немесе үйдегі бір нәрсені сатып жіберіп, пітір садақа бермеңіз. Қайта сіздей адам пітір садақа алса жарасады. Алла өміріңізге береке берсін. Ертең бітіп кетсе де уайымдамаңыз. Кейін Құдайым ниетіңізге жеткізіп, дұғаңызды қабыл қылып, оң солыңыз тең болып, қолыңыз ұзарған заманда, ей Құдайым, өткен күндері бір пітір бере алған жоқ едім. Сол кезде де беріп қойсаңыз, Құдай берса, сауабына ілініп жатарсыз. Ниетіңіз қабыл болсын. Бірақ негізі пітір садақаның берер уақыты айт намаз оқылғанша беріп құтылуы керек. Әлде жылда айт намаздан бере алмаса, айт намазына дейін кейініректе ниет қылып, жақсылық ниет жарым ырыс, жақсылықтың қазақ айтқан ертегеші жоқ. Аңның, малдың терісінен тігілген, оны қара құба тымақ, түлкі тымақ, елтірі тымақ, сең-сең тымақ, пұшпақ тымақ деуінен аңғаруға болады. Тіпті шала туылған болсын, жас сәбиді тымаққа салып, кереге келіп қойған делінетіні бәріңіз естігесіздер. Сондай-ақ үкілі тымақты бақсылар киген десе де,
десет деген елдің ішінде әңгіме бар. Ал бөрік бөрі сөзінен шыққан, яғни бұл ерге де, әйелге де, балаға да ортақ теріден тігілетін, матамен тысталған, ішіне мақта салып қалың салынбай жұқа болып тігілетін, әрі жеңіл, әрі ыңғайлы саналатын, ең сәнді саналатын бас киім. Көбіне қыз балалар мен бойжеткендер алқамен, өкімен безендіріп, құндыз кәмшат бөріктер кисе, ерлер түлкі, жанат, саусар бөріктер киген, сусардан киген. Сол сияқты тақиялы періште дегендей, мына менің басымдағы тақия тек діндарға, молдаға тиісті емес. Бұл ұлттық кодымызды айқындайтын, төбені ыстық суықтан қорғайтын тақия. Біз қазақпыз дегенде көп адам көкірегін керіп, қазір араб болып кетті, араб құл болып кетті деген адамдардың басында бір тақия жоқ. Қайта сол молдаларды кінәлап жүрген кезде, сол молдаларымыз қазақилықты ұстап, басына тақия киіп, ұлттық кодымызды сақтап жүрген сол діндар молдалар десем артық емес. Келесі қоңырау бар. Алло. Алло. Амансыз ба? Саламатсыздар. Сәлеметсіз. Оразамыз қабыл болсын. Рахмет. Қабыл болсын. Әумин. Аман болайық. Баршамыз. Мен осы 2 жыл бұрын уже біраз болды намаз оқып келе жатқаныма. Бірақ талай ұстаздар көріп сізге 2 жыл болды. Сізді біраз тыңдағаннан кейін жүрегім тынышталып, ары қарай намазға деген ниетім одан сайын күшейе бастады. Аллаға шүкір. Енді ана TikTok'ты көреміз ғой, отарылап. Сол жерде ұстаздар шығады. Сонымен кейде қарап отырып, қарасам, бекіп айтқан. Ілімі жоқ адам оқыған намазы жаттығу. Ұстаған ұстазасы әшер қатып болу дейді. Негізі Құранда былай айтқанда мақұл әркім әртүрлі түсіндіру керек. Бірақ мағынасы бір болу керек қой. Ол дағы тағы анау ұстаз емес, әдепті Нұрсұлтан ұстазымыздың айтып отқаны. Мен соны жазып алдым да, сөйтіп қайта тыңдадым. Ілімі жоқ адам. Сонда біз қалай онда? Біз өзіміз әдепті жұмыс істегенбіз, не қыламыз? Қалай басқа білімді алғанбыз? Сонда біз оны ілімді арттыру үшін біз барып оқуымыз керек па сонда? Ол қалай болған деп сол сізді тыңдап әжептен намазға барып қаламыз да, ол кейбір ұстаздарды тыңдаймыз да, бәрі қош анада күнә, мынауда күнә, қосыншы деп бір кезде де бір қолын селтеген кезімде де болған еді. Сіз айтып, 2 жыл болды тыңдап жүріп, қайтадан намазға барып жүріп, кеше TikTok'ты көрмейміз ба, білмеймін не Олшы TikTok'ты қойсаңызшы сіз. TikTok'ты қойсаңызшы. Настроением құры, қалай ол жаттығу болады. Жақсы, ниетіңіз қабыл болсын. Енді сол ғой, ақпараттардың көп легі көп заманда әр нәрсені тыңдай берсеңіз, әр нәрсенің басын шарпып, өзі солай ағыннан шатысып кететіміз, сарынымыздан шығып кетеміз, бабаларымыздың жолынан шығып келіп, аузын кеуіп тұр оразада айтып атқан қазақтың салты мен дәстүрін, соның ішінде бас киімнің киесін айтып жеткізе алмай атқан кезде, енді сол киімімізден, басымыздан шариғатта жоқ, бас киім деген тақия жоқ исламда деп айтып жүрген бір-екі ұстаздарды мен де көріп, Құдай-ау мына не болып кетті өзі деп айтқаным бар. Өкінішке орай енді көз ашық, көкірегі ояу азаматтарымыз бар. Сізге ең бірінші айтайын дегенім, апайым, қарындасым, сіз әркімнің сөзін тыңдамаңыз. Жүрегіңізге осы намазды жақсылап бекітіңіз, иманды жақсылап, нығыздап қадаңыз, ары қарай ешкімді тыңдамаңыз, осы жолыңыздан таймаңызшы. Ләжі келсе тыңдап келгенде бейді өткіз жіберіңіз, тезірек болады, свайп жасап, сол жеңілірек болады. Ал енді ол ұстаздарымыз енді білім алсын, тәлім алсын, ұмтылсын, жақсылыққа бет бұрсын деген ниетте тарғип дейді, яғни қызықтырып айтқаны шығар, бірақ кейде қызықтырудың аяқ жағы халқымызды бір-біріне айдап салып қалып жатыр. Керек десеңіз, кейбір ұстаздарыңыз басы мүйізі қарағайдай ұстаздарымыз мені тыңдамасын деп жүргендер бар. Қайтейген тыңдамасын деп бір-бірімізбен әлеуметтік желіде айтысқанша ұлтымыздың келешегіне қызмет қылып, салт дәстүрімізді көбейтіп, дініміздің рухани бекетін бекіте берейік деген бірлікке шақырған болар едім. Жалпы басымыздан тастамай киіп келетін осы бас киіміз
таза сөйлеп қазақтың тілін дамытып ақ келеміз. Имам молдаларға жаңа айттым, рахметті айтып қойыңыздар. Бұл тақия, сол имам ұстаздар сөйлегенде тақия киіп сөйлейтін болса, бір тыңдаңыздар, тақия кимесе тыңдамай қойыңыздарса. Өзі тақия барқыт сәтен маталардан сырылып, кестеленіп тігілетін ерлерге, әйелдерге, балаларға ортақ бас киім. Кейбіреулері тақияны қыз балалар кимейді деп айтып жүр. Осы жерде бұл заманауи екі ағылшын тілімен айтатын болсам, юнисекс деп айтылады. Ер адамда киеді, әйел адамда кие беретін бас киімді, екі ол жынысқа да жүретін қазақи бас киім бұл тақия болады. Пішіндері әрі қалай 4 сай, өшкір төбелі, дөңгелек болып келе береді. Мысалы 3 жастан 18 жасқа дейінгі қыз балалар тек қызыл жасылды тақияның түрлерін киеді. Әрі оған үкі таққан, сондықтан үкілі тақия деп атайды. Және алтын күміс жіптермен де зерделеген, соған қарай зерлі тақия деп атайды. Ал қыз баласы дүниеге келгеннен бастап сылау тақия дейді. Көз моншақты тақия болады. Мәржан тастармен көмкерілген үкілі тепештер керек десеңіз киілген. Бұл тақиялардың астарында қыз баланың еркіндігі жасырылған. Ал ерлер тақиясы қарапайым көк түсті матадан сырылып тігіледі. Қазір оған қарамайды түрлі түстермен де шығарылып жатыр. Заманауи түрі. Және ерлердің арасына жұқа мақта салып, жүн салып, сырылып тігілетін сырма тақияның да түрі бар. Керек десеңіз, әр облыстың, әр ауылдың өзінің үлгісі, әр рудың өзінің бір ерекше тақиясы болған деген деседі бабаларымыз. Ертеректе киелі бас киім санатында болған, бәріміздің көзімізге бірден жарқ ете түсетін сәукеле ұзатылған қыздың бүтіндігін, төркіннің байдәулеттік мәртебесін білдіретін ең қымбат та құнды, ең биік мұнаралы тәжді бас киімі болған. Оны бағың жансын, бағы өссін деген ақ тілекпен, ақ киізден жасаған қамқа, дүрия, торғын, барқыт маталарымен тысталған күнге шағылысатын алтын, күміс ақшалармен, мәржан тастармен көмкерген, төбесінің ұшына міндетті түрде үкі таққан екі самайына шолпы тәрізді салпыншақтар, яғни бет моншақтарды іліп отырған. Сәукелені арнайы ұзатылатын қызға тіккен. Қыздың бара жатқан елі алыстан бірінші сәукелесін көріп, сау келді деп қарсы алып отырған деседі. Сондықтан ұзатылған қыз үкілі тақиясын шешіп, орнына сәукелесін киіп, болашақ еліне алып барған оған ешкімнің қолын өмірінде тигіздірмеген. Білесіздер ме неге? Өйткені сәукеле қызның қалың малының құнын шығаратын бас киім. Өйткені ұзатылған жеріне қыздан бұрын сәукелесі жеткен. Қалың малдың орнына керек десеңіз кейбір елдерде сәукелені қарап, соған қарап пішіп құнын шығарып отқан. Сұратпай-ақ сәукелемен бірге қалың малды алдын ала жіберіп отырған. Керек десеңіз қымбат болса, соны қалың малға да жатқызған. Міне бір сәукеленің өзі қандай керемет әдет ғұрпымыз болған. Қоңырау бар бізде. Алло, ассаламу алейкум. Сәлеметсіз бе айналдым. Оразаларыңыз қабыл болсын. Баршамыздың. Мұсылман қауымның. Менде мынандай сұрақ. Мысалы, оразаны бұрынғы кезде енді сағат болды ма болмады ма, елдер енді ата-бабаларымыз күннің атқанына, таңның атқанына қарай ұстаған деп жатыр, иә? Соған байланысты, мысалы, бізде жаңағы көрсетілген күнтізбе бар ғой, оразаның кестесі. Иә. Оның күннің сағатына қарағанда қараймыз ғой неге, күннің батуын. Оның күнменен дұрыс келмей ма, таңертеңгісін қараңғы болып тұрады да, бірақ күн әлі шықпады, например. Иә. Күн шыққан жоқ, бірақ сағатын бір сағат 4:30-да уже жауып тастаймыз. Қайсы облыстан хабарласып тұрсыз? Талдықорған, иә. Қараңыз, қарындасым. Жалпы біздің елімізде бұл кестені ғылыми институттардан, қазаэронавигациядан және бұрыннан бабаларымыздан келе жатқан Орта Азияға тиеселі, һәм дүниежүзілік кестелік комитетке тиеселі болған барлық сайттардан жинап отырып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сонау көп жылдан бері бұл нәрсені бекітіп жасап қойды. Сіз айтқаныңыз рас. Бабаларымыздың кезінде ақ пен қара көрінді ма, торғай шырылдады ма деген сияқты сөздер болған. Ол баяғы кезде қалған дүние. Міне қазір мен ұлттық құндылығымызды
кимешекті айтып келе жатырмын. Кимешек киген апайды көреміз бе көшеде? Ол да бір музейдің, мұражайдың күйіне айналып баратқансыңды. Яғни заманауи болдық. Тура сол сияқты айдыға қарап ұстайтын әдет бар. Біз ғылыми жағын ұстанамыз. Біздің еліміз, жастарымыз ғылыми жағын пайдаланып, есепке қарап айдың көргеннің іспетін байлаймыз. Сондықтан біздің елімізде, отанымызда даудамай бұл жағына туындамайды. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекітіп берген кестеге қарап отырып, сол кестеге бекітіңіз. Артық болса да, кем болса да, сол аманатты пәтуаны мойнына алған кісілердің мойнына жүктеледі. Қарапайым қыздардың сәукелесін тиын, моншақ, бисер сынды маталармен безендіріп отырған еліміз. Тіпті сәукелесі болмаса қарапайым орамалмен де ұзатыла берген. Бұл басқа түркі халықтарына ортақ тақиядан сәл биік болып тігілетін, өкісіз басқа жамылатын қасаба болған. Ақ жаулық немесе шыт орамал болмаса, сары шәлі сәукелесімен келген келінің басына жапқан екен. Жаңа өмірдің символын, қуаныш, жақсылықты білдірген, отанасы деген атақты білдірген. Бұл да әйел адамның бас киіміне жатады. Қара орамал қайғы қасіретті білдірген біздің қазақ салтында. Жалпы орамалдың құдіреті күшті болған. Қазіргіде емес, тымақ ұру сияқты ашуына мініп келе жатқан адуынды жаудың алдынан шығып, аналар ақ орамалын тастап, ашуын басқан, немесе араздасқан екі елдің арасына ақ орамал тастап, бітімге келтіріп отырған. Кешірім сұрауға барғанда ақ орамалын шешіп жерге тастаған. Сол сияқты қыз баласы жігітке ниетін білдіру үшін кестері орамалын сыйлыққа берген. Бұл халқымызда орамалды құрметтегендер, мойнына салат деген қадіріне жеткендер оны басына шығарады деген сөз бар айналайын. Сондықтан орамалға адалдық әркімнің өздеріне тән адал ұлы қасиет болып табылады. Ал бәріміздің көңілімізді бірден ақ ұрғызатын, ағартатын, тазалықтың символы болған ақ кимешекмен айтып отырған көшпелі тұрмыстың дәстүрлі бас киімі болады. Ақ жібек матадан тігілген, екі бөліктен, жамылғы және түндіктен тұрған, әр өңірдің өзіне тән кимешектері болған, әр қалай оны атау берген, яғни шылауыш, жаулық, екше, бұрама, құйрықша, шықшыт, сары жақты, қызыл жақты деген жайттары болған. Кимешек әйелдердің жасына, отбасылық жағдайына қарай әлеуметтік мәртебесін білдіріп отырған. Мысалы, тұңғыш сәбиін дүниеге әкелген келіншектер салы, немесе байлауыш байлаған, немесе түрлі түсті жіптермен кестеленіп, күміс әшекейлермен безендірілген кимешек киген. Құрметті қазақ елі, біздің ортақ киімдеріміз бұл ұрпақтан ұрпаққа өткен, кейінгі жастарға мұра болған мұражайда тұратын киімге айналмау керек. Тек қана Наурыздың күні киетін, кәдімгі жаңа жылға дайындалған Аяз ата сияқты киімге айналмау керек. Сізбен біздің киіміміз құлшылығымызда, қонағымызда, ғибадатымызда көрініс табу керек. Және үстіне камзол, бешпет киген кезде ол тек қана кемпір ақсақалдардың үзілгісін көрсетпесін. Баршаларымыздың үстіміздегі киіміз нағыз қазақтықты, адалдықты, ұлтқа деген, елге деген патриоттықты көрсететін киім болсын. Баршаларыңызды бірлікке шақырам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Оразаның соңғы күндеріндегі тілектеріңіз қабыл болсын ағайын. Алла разы болсын. Құдайым ниет тілектеріңізді қабыл қылсын. Хабарласқан барша көрерменге Алла разы болсын. Рахмет тыңдағандарыңызға, бізбен бірге болғандарыңызға Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Қалайсың екен, аман шүкір. Сен өздеріңіз жақсы ма, аман есен ба? Артынан дайын бол. Соны жақып қой көді. Керек еді. Анан апартет жақып қой көді. О, шеудесі де. Планшет. Өзің шешу керексіз бе? Байқа. Сізге қойып нормально. Қыз келеді де крепті кетеді, сұранбай. Осы жағыма қорқам өзім. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Мына біздің жібек жолы студиясы. Мына жерден жаңалықтар жүреді. Мынау біздің робот камералары. Міне кетті өзі қозғалып. Жақсы. Мынау жерден тексеретін бастықтар отыр. Біз енді бұйырса екінші бағдарлама кеттік. Аман болыңыздар, сау.